Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгін біздер 2024 жылы 9 сынып оқушыларына модада келген есептерді талдайтын боламыз. Бірінші нұсқа. Бірінші есепте бізде топта 20 оқушы бар. Олардың бойларының орташа мәні 168 см. Бірақ бір оқушының бойы қате жазылған 176 см орнына 156 см болуы керек. Осы топтағы оқушылардың бойларының орташа мәнінің дұрысын есептеңіз деп тұр. Біздер 20 оқушының бойларының орташа мәнін есептеу үшін осы 20 оқушының бойларын қосып 20-ға бөлуіміз керек. Яғни оқушы санына. Бізде бірақ бір оқушының бойы қате болып тұр, қате жазылып тұр. Қалған 19 оқушының бойының қосындысы x болып тұр да. Оған жаңағы 20-сының қоса салайық. Бөлінген 20 оқушыға. Сонда бізде қазірше 168 шығып тұр. Осы жерден біздер x тауып алайық. Ол x бізде 19 оқушының бойларының қосындысы ғой. Қосылған 176 ол тең болады. 168-ді 20-ға көбейтсем, мен калькулятормен көбейтем уақытты үнемдеу үшін. Көбейтем 20-ға 3360 шықты. Сендер баған түрінде көбейте беріңдер. Ал енді осы 3360-тан азайтуым керек 176-ны. 3184. Бұл бізде 19 оқушынікі. Енді осыған қосайық 20-шы оқушыныкін, яғни дұрыс мәнін 156-ны. Оны енді бөлейін тағы да 20 оқушыға. Сонда 3184-ке қосайын 156-ны. Оны бөлейін 20-ға 167 шықты. Калькулятормен есептедім. Сонда бізде үшінші жауап дұрыс екен. Келесі есепте су молекуласының массасы шамамен осындай килограмм, ал сутегі молекуласының массасы шамамен осындай килограммға тең. Су молекуласының массасы сутегі молекуласының массасынан неше есе артық екенін есептеп тұр. Шамамен есептеңіз. Яғни судыкі сутегініктен неше есе артық. Судыкін бөлеміз сутегінікіне. Сонда 3 көбейту 10-ның минус 26-сын бөлеміз 3,10-нан 3 көбейту 10-ның минус 27-сіне. Сендер 7-ші сыныпта, егер теріс дәреже болса алымына, алымына теріс дәреже болса бөліміне жіберуді үйренгенсіңдер. Яғни 3 көбейту 10-ның 27-сі болып барады. Ал мына 26-сыны біздер төменге түсіреміз. Яғни бөліміне. Енді мен мына 27-ні бөліп жазым кеп тұр. 3 көбейту 10 көбейту 10-ның 26-сы деп. Яғни мұнан 26-та 27-шісі міне. Бөлінген 3,10-нан 3-ның 26-сы қала берсін. Мына екеуі қысқарады. Сонда бізде шықты 30 бөлінген 3,10-нан 3. Енді сендерге парақты 3,10-нан 3-ке бөлген ыңғайсыз ғой. Сол үшін мен алымында бөлімінде 10-ға көбейтейін. Алымын 10-ға көбейтсем 300 болады. Бөлімін 10-ға көбейтсем 3,10-нан 3 емес 33 болады. Бірі тұршылшылайды ғой. Енді 300-ді 33-ке бөлген ыңғайлырақ. Мен бірден калькулятормен бөле салайын. Бізде мынандай сан шықты. Қазір 9,09 деген қайталанып келді кете берді. Демек бізде 9 бүтін, мына 9-ның біреуі мына жаққа барады, мына 9,10-нан 1 болып барады, мыналар жойылып кетеді. Сонда 9,10-нан 1 деген екінші жауап шықты. Келесі есепте суретте квадраттың шексіз санын сала бастады. Суретші мұндағы ең үлкен квадраттың қабырғасы 4 см, келесі квадраттың қабырғасы алынғысынан 2 есе кіші. Осы шексіз салынған квадраттардың аудандарының қосындысын тап деп тұр. Бізде қосындысы деп тұр, және шексіз деп тұр, е? Демек бұл шексіз үшіні кем тұр ғой бізде. Байқасаңдар, шексіз кеммелі геометриялық прогрессияның қосындысының формуласы арқылы шығарамыз. Сонда бізде ең үлкен квадраттың ауданы 4-тің квадраты бізде 16 ғой. Қосамын, енді екінші квадрат бізде 2 қабырғасы. Қабырғасы 2 болса, ауданы бізде 4-ке тең. Қосам. Келесі тағы да кішірейді. 1-дің квадраты бізде 1-ге тең. Қосамын. Енді жарты. 2-ден 1-ге. 2-ден 1-дің квадраты бізде 4-ден 1-ге тең. Қосамын. Ары қарай бізде 4-ден 1.
Мысалға мына бізде 4-тен 1 болсын, иә? 4-тен 1-дің квадраты, яғни 4-тен 1-ді 4-тен 1-ге көбейтем. Алмен алымы, бөліммен бөлімі көбейтіледі. Сонда бөліммен бөлімі 16 болды, алмен алымы 1 болды. Демек ол 16-тан 1 болып, ары қарай осылай кете береді екен. Сонда бізде байқап тұрсаңдар 4-ке кем батыр, иә? 4 есе 16-ны 4-ке бөлім, 4-ті 4-ке бөлім, 1-ді 4-ке бөлсем 1 бөлінген 4. Қосам 10 тағы 4-ке бөлсем 1 бөлінген 16 шықты. Осылай демек бізде Q-міз 1 бөлінген 4-ке тең. Яғни 4 есе азайып отыр. Ал бізде шегіс кемелі геометриялық прогрессияның қосындысының формуласы B1 бөлінген 1 минус Q болатын, иә? B1 дегеніміз бізде міне. О, B2 B3. Демек 16-ны бөлуім керек 1 азайтылған 4-тен 1-ге. Бірден 4-тен 1-ді азайтайық. 1 дегеніміз бізде 4-тен 4, яғни 4-ке бөліп 4-тен алсам, ол 1-ін алдым деген сөз. Азайтайын 4-тен 1. Сонда 4-тен 3 қалады екен, иә? Демек 16 бөлінген 4-тен 3 болады. Мен оны 16 бөлінген 4-тен 3 деп жазып алайын да, бастауыш сияқты. Сосын 5-ші сыныпта біздер жай бөлшекке бөлу үшін 16 көбейтілген тимді екеуінің орындарын ауыстырып қоямын. Яғни алымында 4 болады, бөлімінде 3 болады. 16-ны 4-ке көбейтсем бізде 16, 16, 32, 32, 32, 64 болады да 3-ке бөлеміз. Енді 64-дің ішінде 3 қанша рет бар? 64-ті 3-ке бөлсем бізде 21 рет бар. 21-ді 3-ке бөлсем 63 және 1 қалдық қалды. Демек бізде жауап, бізден артық жауаптар жоқ екен, 21,3-тен 1-ге тең. Келесі есепте Ұлттық статистика бюросының 2023 жылға арналған мәліметі бойынша Астана қаласының халқы осынша адам, Семей қаласының халқы осынша адам. Астана қаласы халқы Семей қаласы халқынан неше адамға артық? Еселеп тұрған жоқ. Жай ғана адамға артық деп тұр. Яғни біздер Астананыкінен азайтуымыз керек Семейдікін. Яғни 1,4 көбейту 10-ның 6-сынан азайтуымыз керек. 3,13 көбейту 10-ның 5-ін. Жата 10-ның 6-сы болып тұр. Жата 10-ның 5-і болып тұр. Мен мына 10-ның 6-сын бағанағыдай бөліп жазсам, 1,4 көбейту 10 көбейту 10-ның 5-і десем, 5-і мынау 6-шысы міне. Азайтам 3,13 көбейту 10-ның 5-інен. Екеуінде де 10-ның 5-і бар, яғни 10-ның 5-ін мен жақшаның сыртына шығарбасам болады. 1,14 10-ы көбейтсем бізде 14 болады. Азайтамын 3,13. 14-тен 3,13-сіндер баған түрінде азайтындар болады. Мен калькулятормен салайын, уақыт үнемдеу үшін. Азайтамын 3,13. Сонда 10,87 шығып тұр. 10,87. 10-ның 5-ін ұмытпауымыз керек, көбейту 10-ның 5-і. 10-ның 5-і деген сөз ол 5 тал 0 бар деген сөз. Яғни 10,87 көбейту 5 тал 0 бар, ол бізде 100 мың. Енді қарандар, мына жерде үтір бар, 2 рет жылжытуымыз керек. Одан кейін 2 рет жылжытқаннан кейін 3 0 қалып тұр, иә? Сонда 1087-ден 2 рет жылжыттық, міне екеуі кетті, енді 3 0-ды жазамын. Сонда 1,087,000 шығады екен. Ол деген бізде 3-ші жауап. Келесі есепте оқушылар тобы әртүрлі пішіндердің аудандарын есептеу бойынша практикалық жұмыс жүргізді. Олар алынған мәліметтерді кестеге енгізді. Қай фигураның ауданы ең үлкен деп сұрап тұр. Бұл жақта біріншісінде 6π деп тұр, иә? Бізде π дегеніміз 3,14-ке тең ғой. Яғни 6-ны көбейтуіміз керек 3,14-ке. Егер біздер қарасаңдар, 6-ны 3-ке көбейткеннің өзінде 18 шығады ғой. Ал мына жақта 3,14-ке көбейтіп тұр. Яғни 18-ден бізде үлкен мына дөңгелек, яғни үлкен деген сөз ғой. Ал енді 6-ны көбейтейік 3,14-ке. Шамамен бізде 18 бүтін шамамен нақты мән 84 шықты. Келесіде ромб түбірасында 272. Сендер 17-нің квадраты 289 екенін білулерің керек. Яғни 289 болған күннің өзінде ол түбірден 17 ғана шығады. Бұл жерде одан да аз. Яғни нақты шамамен, егер калькулятормен есептейтін болсаңдар,
16,1 шығады да. Бұл да демек дөңгелектен кішкентай болады да. Сызып тастаймыз бұны. Ал енді 433-ті бөлім керек 25-ке. 400-дің ішінде 25 қанша рет бар? 100-дің ішінде 25 4 рет бар. 4 4-дің 16, және тағы бір 25 бар, 17. 17,25-тен бізде 33-тен 25 тазайтсақ 8 қалады, не, осындай мән шығады. Бұл да бізде 18,84-тен кіші. Демек бізде ең үлкені дөңгелек екен. Келесі есепте картада 3-ші мен 2-ші көшенің арасындағы бұрыш 50 градус, 1-ші мен 2-шінің арасы 45 градус пен қиылысады. Көше атауларын қиылысуға дейінгі ұзындығына қарай өсу ретімен, қиылысатын жер болса, осыған дейінгі деп тұр, яғни арасының ұзындықтарын өсу ретімен орналастырыңыз. Бізде мынандай ереже бар. Үлкен бұрышқа қарама-қарсы үлкен қабырға жатады, кіші бұрышқа қарама-қарсы кіші қабырға жатады. Бірақ бізде 3-ші тал бұрыш бар, оны табу үшін бізде 180-нен азайтамыз 50 қосылған 45-ті. Яғни 3 бұрыштың ішкі бұрыштарының қосындысы 180 болу керек қой. Мына жақта 50 бар, 45 бар, 105. 95 болды, 95. Яғни қалады бізде мына жақта 180-нен 95 азайтсам 85 қалады. Яғни өсу ретімен деп тұр, яғни кішісінен бастаймыз. Ең кішісі бізде 45 градус, оған қарама-қарсы 3-ші көше. Одан кейін бізде 50 градус, оған қарама-қарсы 1-ші көше. Одан кейін ең үлкен 85 градус, оған қарама-қарсы 2-ші көше. 3, 1, 2 деген бізде ол 1-ші жауап екен. Келесі есепте автотежегіштерде тежеу жолын есептеу үшін осындай формула қолданады. Енді автокөліктің V жылдамдығын анықтайтын формуланы табыңыз. Яғни осы жерден біздер бұны табуымыз керек. Сіздерге бір лайфхак айтайын, егер сіздерге түсініксіз болса, осындай формуланы қорытып шығару. Қарасаңдар, бізде 5-ші сыныпта 5-ті жөніп жазайын. 5 тең 10 бөлінген 2 деген 5-ші сыныпта 10-ның жартысы 5 деп осылай үйреткен, сіздерге. Енді осыны формула арқылы көрсетейін. Демек, мына жақта 10-ны табу үшін сендер, 10-ды табу үшін 5 мен 2-ні көбейтесіңдер ғой. Тура сол сияқты жақта v-ның квадратын табу үшін s пен көбейтулерін керек 254 қаны. Бірақ енді бізге v-ның өзі керек. Квадрат емес. Сонда, мына квадраттан құтылу үшін сендер енді 8-ші сыныпта айтқандай, квадраттан құтылу үшін түбірасын аламыз. Яғни түбірасында болады 254 СК болады. Оның өзін табу үшін осылай қолданады екенбіз. Сонда біздер А жауабын белгілеуіміз керек. 1-ші жауапты. Келесі есепте фермер жерді суретте көрсетілгенде әртүрлі формадағы 2 бөлікке бөліп пайдаланғысы келді. Яғни мына жақта бөліп пайдаланады, мынаны бөліп пайдаланады. DE бізде DE 80, GF 150, EFX міне. Жер учаскесінің ауданын есептеу формуласын табыңыз. Яғни мынаның біздер ауданын табуымыз керек. Мына жалпы ауданын табу үшін мына екеуін бөлек-бөлек тауып алайық та, екеуін қоса салайық, Біріншісі S1 квадрат болып тұр. Квадраттың ауданы H-тың квадраты, қабырғасының квадраты. Атайды тұр ғой өзі. Яғни жай ғана H-тың квадраты біз салайық. Енді S2 ол бізде трапеция болып тұр, Трапецияның ауданын табу формуласы, табандарын қосамыз, оның жартысын аламыз, оны сосын H-қа көбейтеміз. Яғни, мына жақта тағы H бұл квадрат қой, демек мынау да H. Сонда 80 қосылған H қосылған 150 болады. Оның біздер жартысын табуымыз керек, сосын оны тағы көбейтеміз биіктігіне, яғни X-ке. 150-ге 80-ді қоссақ, бізде 230. 230-ды 2-ке бөлсем 115. Қосылған H-ты 2-ке бөлсем, H біреу ғой, оның жартысы деген сөз. Яғни 0,5 H. Сосын оны тағы көбейтемін X-ке, биіктігіне. Ал енді осы екеуінің аудандарын қосуымыз керек. Сонда H квадратқа қосамын мынаны. Демек ол бізде
Қайсы? Мына жауап болады. H квадрат қосып тұрып, мынаны бізде үшінші жауап болады екен. Келесі, мектепте ең қарапайым бір жасушалы организм амебасының көбеюіне зерттеу жүргізуде. Олар әрбір амебаның екі бөлікке бөліну арқылы көбейетінін біледі. Егер 7 рет бөліну процесінен кейін амебалардың саны осындай болса, зерттеудің басында неше амеба болды? Яғни біздер басында қанша болғанын білмейміз. Демек ол бізде x. Одан кейін ол 2-ке бөлінеді. 2 тал x болды. Бұл тағы да 2-ке бөлінеді. Яғни 2-ке көйтеміз 4x болады. Тағы 2-ке бөлінеді 8x болады. Тағы да 2-ке бөлінсе 16x. Тағы 2-ке бөлінсе 32x. Тағы 2-ке бөлінсе 64x. Қанша болды бізде? Санап көрейін. Бір рет бөлінгеннен кейін, 2 рет бөлінгеннен кейін, 3 рет, 4 рет бөлінгеннен кейін, 5 рет, 6 рет, 7 рет бөлінгеннен кейін, демек бізде 128x болады екен. Демек 128 тал болады, бірақ бізде x-ің мәнін табуымыз керек. X басында қанша болды? Оны 128-ге көбейтсем бізде 768 шығып тұр. Яғни x табу үшін 768-ді бөлен 128-ге. Бұл жақта енді көрініп тұр, шамамен 6 екен. Шамамен бұл нақты шығады, калькулятормен шығарсыңдар. Көз мөлшермен, мысалға бұның калькулятор жоқ болса, баған түрінде бөліп отырмайық. 100-ің ішінде 6 рет бар ғой. Сонымен бірден 6 рет табуға болады деген сөз. Яғни міне 6-ны. Келесі арман шексіз көп квадрат сызуда тура бағанағыдай. Ең үлкен квадраттың қабырғасы 2, келесі квадраттың қабырғасы 2 есе аз, тағы да 2 есе аз, осылай кете береді. Бұл жақта бізде шығарудың 2 түрлі тәсілі бар, егер екеуі де қатарынан келетін болса. Бағана бізде қанша шығып еді? Көрсете салайыншы. 21,3-тен 1 шығып еді. Ал енді осыдан ең үлкен квадрат азайтып тастасында, қалғаны шығады ғой. Ең үлкені 16 ғой. Демек, мынаны азайтып тастай салайын да мен. Мынаны азайтып тастасам, қалады бізде 21-ден 16-ны азайтатын болсам, 5 қалады. Демек, 5,3-тен 1 шығу керек мына жерде. Қалғандардың қосындысы ғой. Бірақ енді былай есептей салайын. Мынау шығу керек бізде. Қазір көреміз. 2-ні квадраты 4 қосылған 1 мен 1 квадраты 1-ге тең. Қосылған жарты 2-ден 1, 2-ден 1-дің квадраты 4-тен 1, қосылған 16-дан 1 деп тура бағанада кете береміз. 3 нүкте қоямыз, одан кейін тең басамыз. Сонда S тең V1 бөлінген 1 минус Q. Q дегеніміз бізде 4-ке бөлініп тұр, яғни 1 бөлінген 4-ке тең. Сонда бізде 4 бөлінген 1 азайтылған 4-тен 1. Ол дегеніміз 4 бөлінген 1-ден 4-тен 1 жатсам бағана айтқан 3 болды. 4-тен 3. Сонда 4 бөлінген 4-тен 3 еді. Мен оны жазам. 4 көбейтілген 3-тен 4 деп. 4 пен 4 16. 16-ны 3-ке бөлсем, ішінде 5 рет бар. 5 үшін 15 қалды, 1 қалдық. 5,3-тен 1 шықты. Егер сендерге бірінші ана есеп, одан кейін мына есеп келетін болса, солай тапсаңдар болады. Немесе бірінші мына есеп келсе, одан кейін 16-ны қоссаңдар болады. Мына есеп, егер 2 есе 1-ге келетін болса. Келесі оқушылар кубтың көлеміне зерттеу жүргізуде. Бастапқы қырының ұзындығы 10 метр болатын куб берілген. Әрі қарай оқушылар кубтың пішінін сақтай отырып, оның әрбір қырының ұзындығын 20%-ға қысқартады. Олар қысқарту процесін бірнеше рет қайталайды. Кубтың көлемі 200 метр кубтан аз болу үшін ең кем дегенде қырын неше рет қысқарту керек. Қараңдар, бізде әрбір қырының ұзындығын, яғни бізде басында көлемі 1000 болатын, 10.000 кубы бізде өзі кубты айтып тұр ғой. 1000 болатын. Енді қырын 20%-ға қысқартамыз. 20%-ға қысқартамыз деген сөз 10-ға бөліп 8-ін аламыз. Қалған 2 бөлігі кетті. Яғни мынау бізде қыры болса, мынау 10 сантиметр болып тұр. Мынау біздер 10-ға бөлеміз. Сосын жақта 2-ін алып тастаймыз, бұл 20% болады. Қысқартамыз, демек қалды 8-і. Яғни 10-нан 8-і. Басында бізде 10 метр болды. Енді бізде 10-нан 8-і 8 метр болып қалды. Бұның бізде
несі көлемі 8 8 64, 64 8-ге өтуіміз керек. Кубын табу үшін. Сонда 512 болды. Тең болады да, бірақ мына жерге кубын салайын. Енді бұл 8-ді тағы да 20%-ға қысқартуымыз керек. Яғни 8-ді көбейтейін тағы да 10-нан 8-ге. Сонда 64-ті 10-ға бөлсем 6,4 шығады. Демек келесі кубтың қыры 6,4 болды. Оның кубын табуымыз керек. 6,4-ті көбейтейін 6,4-ге. 10 тағы көбейтейін 6,4-ге. Сонда 262 қазір 262,144 шықты. Бізде тағы 200-ден аз емес. Тағы да 20%-ға қысқартайын. 6,4 еді бізде. Мына жаққа жазайын. 6,4-ті 64 бөлінген 10 дей салайын. 10 көбейтейін тағы 10-нан 8-ге. 64-ті 8-ге көбейтсем 512, 512 екен. Оны бөлейін 100-ге. Сонда 2 тұрғыштан 5,12 шығады. Енді 5,12-нің бізге кубы керек. 45,12 болатын кубтың көлемі бізде 505,12-ні көбейтейін 5,12-ге. Тағы көбейтейін 5,12-ге. Сонда бізде 134 21, 7, 7, 28 деген сан шығады. Демек, біздер 1 рет, 2 рет, 3 рет қысқартқаннан кейін 200-ден аз болды көлемі. Келесі степте ол су тобы командасының құрамында 16 ойыншы бар, және жаттықтырушы бірінші матчқа 3 ойыншыны таңдап үлгерді. Ал енді 7 ойыншыдан тұратын топтық құрамды жасақтау үшін тағы да 4 ойыншыны таңдау керек. Осы 4 ойыншыны неше түрлі тәсілмен таңдауға болады. Біздер неше түрлі жол, әдіс, тәсіл дейтін болса, біз оны комбинаторикамен шығаруымыз керек. Комбинаториканың бізде 3 тал түрі бар ғой. Орналастыру, алмастыру, теру. Егер де сендерге осы комбинаториканың есептері қиын болатын болса, менің арнамда видео бар. Сол видеоны көрсеңдер, түсінетіндеріңе кепілдік берем. Барлығын ашып, толық түсіндіріп айттым. Ал енді мына жерде 16 ойыншы болған, 3-еуін таңдап қойды. Демек, қалған 13 ойыншы бар әлі. Солардың арасынан біздер 4 ойыншыны таңдауымыз керек. Яғни бізде теріп аламыз. Себебі бізде айырмашылық жоқ. Мысалы, бірінші Сабираны екінші Айдан алатын болсақ, немесе бірінші Айдан екінші Сабираны алатын болсақ, онда ол бізде айырмашылығы жоқ қой. Айырмашылығы жоқ болатын болса, ол демек теру бізде. Терген кезде айырмашылық болмайды. Демек, 13 оқушыны, 13 ойыншыдан 4-еуіміз таңдау керек. 4-еуін 13 факториал, 4 факториал, және азайтамыз 9 факториал қалады. 13 факториалды мен 9 факториалдан бастап ары қарай бөліп жазайын. Көбейту 10, көбейту 11, көбейту 12, көбейту 13 дейін. Бөлімінде 9 факториал қалсын мынау 4-ті ашып жазайын. 1-ді жазбай қойын, 2, 3, 4 дейін. 9 факториал мен 9 факториал қысқарып кетеді. 4 үшін 12, 12 кетеді. 10 мен 2-ні қысқартсам 5 қалады. Сонда 5 көбейту 11 қалды, көбейту 13. 13 пен 11-ді көбейтсем 143 болады. 143-ті енді 5-ке көбейтейін. 40-ті 5-ке көбейтсем 215, оған 500, 715 шығу керек. Міне, оймен есептей. Келесі есепте. Картада өрік көшесі мен жүзім көшесі тура бағанадай 48 бұрыш жасайды. Алма мен жүзім 52 бұрыш жасайды. Енді бізде сұрап тұр бұл жерде көше атауларының қиылысуға дейінгі ұзындығын, яғни мына ұзындықты тура осылай бағанағыдай, бірақ енді кему ретімен орналастыр. Яғни бірінші ең үлкенін жазуымыз керек, одан кейін барып тұрып кішірек деп ең кішісін соңында жазуымыз керек. Бізде үшінші бұрыш табу үшін 180-нен азайтамыз деп айтқан. 52-ке 48 қоссақ бізде 100, қалғаны бізде 80. Ең үлкен бұрышқа ең үлкен көше жатады.
қарама-қарсы, ең кіші бұрышқа ең кіші көше қарама-қарсы жатады. Сонда бізде ең үлкен табу керек алдымен, яғни 100 бізде. Одан кішідегі 52 болып тұр, 52-ге қарама-қарсы өрік, ең кішісі 48-ге қарама-қарсы алма екен. Сонда ЖВА. Ол бізде төртінші жауап екен. Келесі степте бір кесе балмұздақ 750 теңге тұрады. Балмұздақтың неше түрлі салындылармен безендіруге болады? Шоколад, жаңғақ, тағы басқа. Әр қоспаның бағасы 100 теңге. Төмендегі теңгелердің қайсысы К салындылар саны мен У балмұздақ құны арасындағы байланысты көрсетеді. Яғни біздер қанша ақша төлеуіміз керек деген сөз. То есть У балмұздақтың құны. Яғни біздер құнын есептеуіміз керек. Ол үшін біздер алдымен өзінің балмұздақтың бағасының ақшасын төлеп аламыз ғой. Одан кейін қанша тал салын? К тал салын мен оның әрқайсысы 100 теңге. Яғни оған қосуым керек, К-ны көбейтемін 100-ге. 5 тал салын салсақ біздер 500 болады деген сияқты. Сонда осы формула біздер алған балмұздағымыздың құнын есептейді. Демек ол бізде бірінші жауап. Келесі степте еңбек сабағында оқушы ағаш талдан фоторамка жасады. Фоторамканың ұзындығы мен ені сәйкесінше осындай және осындай метр бөлініктермен берілген. Міне осындай және осындай. Осындай 5 фоторамканы жасау үшін неше метр тақтайша қажет? Сендер ішіндегісіне қарамай қойыңдар. Мына жақта қарап тұрсаңдар, сыртында осындай ақ тұр ғой, соның ұзындығы мына. Мынау ені, мына ұзындығы. Бірінші периметрін тауып алайық та, одан кейін оны 5 фоторамкаға көбейтейік. Бірінші біреуінікін тауып алайық, периметрін табу үшін мұны 2 рет көбейтеміз, мынаны 2 рет көбейтіп қосамыз. 18-ға қосылған 3,5 бірінші ұзындығы мен көбейтіп ала салайын, қосып ала салайын, 21 минус 4b. Одан кейін оны 2-ге көбейтем. Бізде бұл бір фоторамка. Енді 5 фоторамка үшін тағы да 5-ге көбейтейін. Сонда бізде 10 көбейту 18-адан аға қосамыз 21-аны. 9 болады, 3 болады. 39-а шақшаның ішінде 3,5b минус 4b. Яғни минус жарты b қалды. Жарты 0,5 қасын жасалайын. Енді осыны 10-ға көбейтейік. 39-ға 10-ға көбейтсем 390 болады. Азайтамын. Жартыны 10-ға көбейтсем, яғни 10-ны жартыға көбейтсем, 10-ның жартысы деген сөз, ол бізде 5b болады. Ол деген жауап мынау екен. Келесі степте фермер суретте көрсетілген жер теліміне қаздарға арнап қора салғысы келді. Міне, әр қаздың еркін жайылымы үшін 6 метр квадрат қажет. Бұл қораға қанша қаз сияды? Яғни мен мына фигураның аудан табуым керек. Оны табу үшін мен былайына 2-ге бөліп алайын. Мынаны табам, сосын мынаны табам. S1 тең, немесе S4 бұрыштың ауданы 12-ні көбейтем. Мына жақта қарасында 3 болса, мына жаққа дейін. Қалғаны бізде 5. 12-ні 5-ге көбейтсем 60. Енді мына 3 бұрыштың ауданын табуым керек. 3 бұрыштың ауданын табу үшін биіктігін табанына көбейтемін де, оның жартысын алам. Яғни мына 12 ғой бізде табан. Сонда S3 бұрыш тең. 12-ні көбейтемін, биіктігі бізде 3. Бөлінген 2 жартысы, Сонда 12-ні 3-ге көбейтсем бізде 36. Бөлімін 2 бізде 18 шықты. 60-қа 18-ді қоссақ 78 шығады. Немесе 78 қоспай тұрайын. Яғни мына жағына бізде 6 метр квадрат қой, бір қазға. Сонда мына жағына 10 қаз сияды. Мына 18 болып тұр ауданы. Мына жағына 3 қаз сияды. Сонда жалпы 13 қаз сияды екен. Мариям денелердің көлемдерін өлшеу үшін өлшеу бойынша практикалық жұмыс орындады. Ол барлық деректерді кестеге енгізді. Қай дененің көлемі ең кіші? Тура бағанағы сияқты, бірақ енді ең кішісін табуымыз керек. Және бұл жақта көлем табуымыз керек. Біріншісінде 103-ті бөлек 12-ке. Баған түрінде білсіндерде болады, немесе бізде шығады 8,5, 8, мына жақта 3 деп кете береді. Бүйтіп жазып қойын.
Келесі түбірасты 72. Бізде 64-тен 8 шығады, демек мына 72 8-ден де көп. 72-ден мен былай істейін кеп тұр. Мынау қазірше қалсын, 64-тен бізде 8 шығады, мынау бізде 8 жарым. Бізге ең кішісі керек. Яғни мынау 8 қазірше ең кішісі болып тұр. Мынаны алып тастаймыз. Мынаны алып тастаймыз. 8 жарым шықты ғой. Енді мына жақта түбірасты 72 көп пе, түбірасты 64 көп пе? То есть түбірасты 72 кіші ме? Түбірасты 64 кіші ме? Яғни бізде түбірасты 64 кіші екен. Ең кішісі демек бізде 4-ші фигура екен. 72-ден түбірасын шығарып жүріп керек емес. Қоймаға 25 қап арпа және 13 қап қарақұмық әкелінді. Бір қап арпа мен бір қап қарақұмыққа сәйкесінше осындай килограмм жарма бар. Қоймаға барлығы неше килограмм жарма алып келінді? Яғни общий қанша килограмм? Арпа бізде 25 қап, қарақұмық бізде 13. Яғни мынаны біздер көбейтеміз 25-ке. Мынаны көбейтеміз 13-ке, екеуін қосамыз. Бірінші немесе мұнай жарайды осылай істей салайық. 25-ті 2-ге көбейтсем бізде 50, А-ның квадраты Б. Екеуін орнына ауыстыра саламын. Қосамын, 25-ті 4-ге көбейтсем 100 Б бізде. Ал енді мынаны есептейін. Қосамын. 13 А квадрат Б. Қосамын 2А, 2-ні 13-ге көбейтсем 26. А квадрат Б мен А квадрат Б екеуінде бірдей болып тұр ғой. Демек 50-ге 13-ті қосам 63 А квадрат Б болады. Қосамын 100 Б мен 26 А-ны қосамаймыз. Біреуінде А, біреуінде Б болып тұр ғой. 100 Б қосамын 26 А болып осылай қала берсін. Ол бізде бірінші жауап. Келесі есепте кондитер фабрикасының торттарды сатудан түскен табысы осынша функциясымен сипатталады. Мұндағы X торттардың саны. Неше торт сатқанда фабриканың кірісі максималды мәнге ие болады. Яғни қараңдар, мына жақта 2 тал бізде X болып тұр. Ол бізде торттардың саны. Ал мәні болып тұр. Ол бізде мынау. Біздер бұны график арқылы тапсақ болады. Бұлайына жазайын. Яғни мынау бізде Px, бұл мәні, мына жақта X, бұл саны. Енді қараңдар, X-қа мән беріп отырып Px табайық. Немесе, мына жақта қарап тұрсыңдар, бұл бізде парабола. Парабола, және мына жақта А бізде теріс сан болып тұр ғой, минус 0,5 болып. Демек, бұл бізде мынандайына төңкерілген парабола болады. Шамамен осындай, ең үлкен мәнге ие деп тұр. Яғни, мына жақта ең үлкен мәнге ие ол мына жақта бір сан. Осы санды біздер табуымыз керек демек. Бұл санды табу үшін бізге мына X керек. Яғни қанша торт сатсақ, мына мәнге ие болады деген сөз. Біздерде бұл бізде параболаның төбесі ғой. Параболаның төбесін табу формуласы бар. X тең минус B бөлінген 2A. Бізде бұл жерде А-мыз міне, B-мыз міне. Бірақ бізге минус B керек. Демек, бізге керек минус 30. Бөлінген 2 көбейту А-мыз бізде 0,5. Минус 0,5 де көбейтсем, минус 0,5 жасалайын жаққа. Теріс пен теріс оң кететте 30 бөлінген жартын 2 көбейтсем 1 ғой. Сонда 30 шығады. Яғни мынау бізде 30 болу керек. Мынау 30. Біздер осы 30 белгі саламыз, бізде неше торт сатқанда деп тұр. Біздер табуымыз керек демек мынаны. Яғни 30 торт сатқанда осындай пайда табады екен. Бұл бізде пайдасы керек емес, қанша торт деп сұрап тұр, яғни бізде бұл 30 екен жауабы. Келесі есепте соңғы есеп. Ринат жаттығу залында солтүстікке 2 метр, шығысқа 1,5 метр. Солтүстік бізде 2 метр жүрді. Шығысқа қарай 1,5 метр жүрді. Оңтүстікке қарай 1 метр. Жартысы болсын, мына жаққа қарай 1 метр жүрді. Оңтүстікке 1 метр, солтүстікке 3 метр. Яғни тағы да 2 былай кетіп қалды. Общий 3 метр болды. Міне,
Мен қазір мынаны төменге түсірейін кішкене. Міне. Енді бастапқы нүктеден міне соңғы нүктеге дейін қашықтық табыңыз деп тұр. Яғни біз табуымыз керек қашықтықты, жүрілген жол емес. Қазір қызылмен белгілейін. Мен қызыл боямай тұр. Міне. Мынаны табуымыз керек. Бұл бізде Пифагор арқылы тапсақ болады. Бүйтіп алып тұр, бүйтіп келсек. Мына жақта бізде қарасыңдар, мынау 2, мынау да 2, сонда жалпы бізде болды, мына жағы 4. Мынау бізде 1,5. Енді мына гипотенузаны табу үшін катеттердің квадраттарын қосамыз. Яғни 4-дің квадратын қосамыз, 1,5-ның квадраты 2,25-ке тең. Бірақ осыны біздер түбір астынан алуымыз керек. Себебі ол гипотенузаның квадратына тең. Сонда 16-ға қосамын 2,25-ті. Сонда бізде 18,25 деген саны шығады. Ол деген бізде түбір астынан алып көрейік. Бізде мына жерде дұрыс жауап жоқ сияқты. Бір-екі рет тексеріп көрдім. Енді бұл жақта қайсысын белгілеуге болады? Енді қарасаңдар, мына 2,25-ті мен белгілер едім. Себебі түбір асты 41 дегеніміз, ол мынадан біраз үлкен, иә? Мына 18 болып тұр какой-то. Мына 41 болып тұр. Екеуінің арасы өте алшақ. Мына түбір асты 61 болып тұр. Бұл бұдан да ұзын. Мынадан да өте ұзын болып тұр ғой, былайша айтқанда. Мына екеуін мен белгілемес едім. Енді түбір асты 6 бізде кіші болып тұр. Енді мынау ғана шамамен жақындап тұр. Себебі түбір асты 5-тен бізде, немесе қарасында, мына 2-ні түбірге кіргізетін болсақ, біздер 2-ның квадраты 4 қой, демек түбір асты 4 көбейту 5 болады да, түбір асты 20 болады. Мынау бізде ең жақын жауап болып тұр. Демек мен мынаны белгілер едім. Бірақ бұл жақта бізде дұрыс жауап жоқ. Егер видео пайдалы болса, лайк басып кетейік. Осындай қазақша математика контентін қолдау үшін каналға тіркеліп кетіңіз. Екінші нұсқа сіздерге керек болса, комментарийға плюс қалдырып кет.